Барлығына сәлем. Бүгін біз өте жиі кездесетін ауру, бұны дәрігерлер де қарапайым адамдарды білу арқылы қауіпті асқынулардың алдын алуға болатын жедел жәрдемдік көмекті қажет ететін ауру бұл инсульт. Инсультті бұрындары үлкен адамдарда жиі кездескен, жасы 60-тан 50-ден асқан адамдарда. Бірақтан қазіргі таңда ол инсульт жас адамдардың арасында да кездесіп жатыр. Сол себепті де негізгі симптомдарын білу арқылы, жалпы оның не екенін білу арқылы алғашқы медициналық көмек көрсетуге жедел жәрдемді шақыруға болады. Инсульт дегеніміз қысқа түрде айтатын болсақ, мида қанмен қамтамасыз ететін қан тамыры бар. Ол Виллизев круг деп айтылады. Сол мимен қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлардың ішінде мидың қан айналымының бұзылысы, жедел ми қан айналымының бұзылысы. Оның қан тамырларының ішінде тромб болуы мүмкін, немесе эмбол болуы мүмкін, немесе қан тамырының жарылып кетуінің әсерінен болады. Белгілері бірнеше минуттан бірнеше сағаттың ішінде пайда болады, және де жергілікті симптомдарымен жалпы мидың неврологиялық симптоматикасымен көрінеді. Мидың қысқа уақытта өліміне алып келеді. Мұнда мидың қан тамырлары көрсетілген. Мидың сыртында өте көп қан тамырлары бар. Сыртындағы және аралық қабаттарындағы барлық қан тамырларының кез келген біреуінде қан тамырындағы зақымданудың әсерінен инсульт пайда болады. Инсульт дегеніміз, яғни ол мидың кейбір бөлігінің өліп қалуы десек те болады. Енді инсультқа алып келетін факторлар. Ол өзінен өзі пайда болмайды, оның пайда болуын ұзақ уақыттық себептердің жиналуының әсерінен пайда болады. Ең бірінші инсультқа алып келетін қауіп-қатер факторы бұл артериалды гипертензия, яғни қан қысымының жоғары болуы. Қан қысымы неге жоғары болады? Ол адамның артық салмағы болған кезде жоғары болады, немесе тұзды тамақты көп жегеннен болады, немесе генетикалық бейімділігінің болуының әсерінен, стресстік жағдайларға көп түсетін, тез ашуланатын адамдарда жиі қан қысымы жоғары болады. Және де қимыл қозғалысы төмен адамдарда. Темекі шегу, аритмиясы және басқа да жүрек аурулары бар адамдарда, яғни жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары болса, ол да әсер етеді. Анамнезінде миокард инфаркты, яғни жүректің өлі иттенуі болса, гиперхолестеринемия, холестерин деңгейінің жоғары болуы, қант диабеті. Қантты диабеті кезінде қан тамырларының ішкі қабаты зақымданады, сол себепті деп инсульттың немесе инфаркттың пайда болуының қаупі жоғарылайды. Ұйқы және омыртқа артерияларының атеросклерозы стенозы, бұрыннан өткерген инсульт. Инсульттың бір жаман жері, егерде ол бір рет болса, кейін қайталап болу мүмкіндігі жоғары. Фибриноген мөлшерінің жоғары болуы. Фибриноген дегеніміз қан ұюға жауап беретін факторлар болып табылады. Ол негізінен патологиялық жағдайда пайда болуы керек. Алкогольді шектен тыс қолдану, өмір сүру ерекшеліктері, артық салмақ, физикалық белсенділіктің болмауы, тамақтану бұзылыстары, жедел күйзеліс немесе ұзаққа созылған психоэмоционалды жүктеме, депрессия, алаңдаушылық, оральды контрацептивтерді қолдану, яғни құрамында эстрогені бар. Бұларда қанның ұю деңгейін төмендетеді, және де менопаузадан кейінгі әйелдерде эстрогеннің бөлінбеуінің әсерінен де инсульттың пайда болу қаупі жоғарылайды. Асқынған тұқым қуалаушылық немесе бейімділік болуы мүмкін. Ата-анасында жақын аға әпкелерінде инсульт, миокард инфаркты немесе артериалды гипертензия болуы. Мұнда тоже диаграмма түрінде қаншалықты инсульттың пайда болуына әсер етеді, яғни қан қысымының жоғары болуы 35% инсультқа алып келеді. Дене белсенділігінің төмен болуы 23%. Егер дене белсенділігі төмен болса, ол өз кезегінде адамның жиі стресске алып келеді, өйткені бір орында отыра бергенімізде қан айналмайды, таза ауаға шықпағанның әсерінен пайда болады. Артық салмақтың өзі 10% әсер етеді, ал ішімдікпе жиі тұтыну 11% инсульттың қауіп факторы болып табылады.
Инсульттің негізгі үш түрі бар, жиі кездеседі. Оның басқа да енді мидың бөліктеріне байланысты айтылатын түрлері бар. Ең басты білу керек түрлері ол ишемиялық инсульт, геморрагиялық инсульт, негізі субарахноидальды қан құю это геморрагиялық инсультқа кіреді, және транзиторлық ишемическая атака деген бар. Ишемиялық инсульт немесе ми инфаркты бұл кезде қан тамырдың ішінде тромбтың үйіп қалуының әсерінен болады. Сол себептен бляшканың әсерінен болады. Мұнда көрініп тұр артеросклерозды бляшка, тромбтың бітелуінің әсерінен мидың бір бөлігі жансызданып қалады, яғни ол өліп қалады, некрозданып. Мысалға қолдың басын байлап жіппен жгутпен қатты байлап қоятын болсақ, ол жерге қан келмейді, ол жер көгеріп кейін жара болып өліп қалған сияқты болады. Мидың қан тамырды солай, егерде бір жер бітеліп қалса, қан келмейтін болса, ол жер өліп қанның келмеуінің әсерінен гипоксия болады, инсульттың белгілері пайда бола бастайды. Мұның ишемиялық инсульттың өзінің түрлері де бар: артериотромбозды, кардиоэмболия, гемодинамикалық күнарлы, гемореагологиялық, микроокклюзиялар типі бойынша бөлінеді. Бұлардың да қайда болу критерийлері гипертония, артеросклероз, эмболия, 50 жастан жоғары үлкен адамдарда кездеседі, жедел басталады, ұйқы кезінде дамуы мүмкін, бас ауруы болады, құсу болмайды, пульс әлсіреген, менингальды симптомдар байқалмайды, яғни менингальды симптомдар деген жол брузинская кернинга деген симптомдарды жасау арқылы, әдістерді жасау арқылы менингальды симптомдарды анықтаймыз. Егер менингальды симптомдар оң болса, ол мидың зақымдануын жақсы көрсетеді. Бірақ инсульт кезінде де ишемический инсульт кезінде де болуы мүмкін. Ошақты симптомдары болады. Енді мысалға мидың маңдай бөлігін қан тамыры зақымданатын болса, ойлаудың бұзылуы деген сияқты, немесе төбе бөлігін бұзылуы, қандай да бір бөлігінің қанның ұйып қалу, яғни өлі еттенуінің әсерінен пайда болады. Мысалы, қозғалудың бұзылуы, сезімталдықтың бұзылуы, сөйлеудің бұзылуы, жалпы миялық симптомдардан басым болады. КТ-дан компьютерлік томографияға байқаған кезде жақсы көрінеді. Негізгі институтке жақсы әдісі компьютерлік томография болып табылады. Мына жерде патологоанатомиялық белгісі көрсетілген, яғни кескен кезде қандай болатындығында өлі еттенген қанның ұйып қалуының әсерінен пайда болған мидың бөлігі. Міне мидың кез келген бөлімінде қан ұйып қалуы мүмкін. Артерияның геморрагиялық инсульт болатын болса, бұл кенеттен күндізгі уақытта пайда болады. Физикалық немесе жүктеменің әсерінен қан тамыр қабырғасының бұзылуы, соның ішінде тамырдың жарылып кетуі. Да көрсетілген тамырдың жарылып кетуінің әсерінен. Бұнда да аневризма, ангиопатия, ангиопатиялардың әсерінен жасы 45 пен 60 жас аралығындағы адамдарда болады. Көбіне күндізгі уақытта, яғни қатты ашуланып не істеген кезде геморрагиялық инсульт пайда болуы мүмкін. Құсу болады, сананың бұзылуы, және ошақты симптомдар, яғни парездер, сауданып қалулар байқалады. Бір жақты сауданып қалуы немесе екі жақты да сауданып қалуы. Инсульт кезінде, мысалға, егерде мидың оң жақ бөлігіне қан құйылатын болса, онда сол жақ бөлігі зақымданады. Ол бұл қан тамырларының өтуіне байланысты болып табылады. Менингальды симптомдар байқалады. Дене температурасы 37,7 жоғары болуы мүмкін. Мұнда үйілған қан тамырлардың көруге болады, жарылған. Диагностикасы, негізгі диагностикалық әдісі компьютерлік томография. Инсультты 40 минуттың ішінде белгілер болса, ауруханаға жеткізу керек. Егерде геморрагиялық инсульт болатын болса, 6 сағаттың ішінде операция жасалады. Нейрохирургтар жасайды.
МРТ жасалынады, магнитный резонанс томография. Жолынан пункция алады, яғни лимфальды пункция деп аталады. Энцефалография жасалады. Мұнда ақ түсті инсульттың көріністері. Мұнда тоже инсульт көрінген. Мұнда кішкене сол көрінген. Мұнда ишемиялық инсульт. Мұнда жерді мидың қанттың келмеуінің әсерінен. Енді инсульт кезінде жедел көмек көрсету керек деп айттық. Оның белгілерін қалай анықтаймыз? Негізгі fast деп айтады, қазақша КСК деп айтсақ болады. Fast деп face, arm, say, time. Яғни КСК бұл қазақшада күлу, науқастан күлуін сұрау керек. Ол кезде мұнда суретте көрсетілгенде ернінің бір жағы бір бұрышы төмен бағытталған, яғни пропорциясы бұзылады. Bir жағы жоғарыға, бір жағы төменге түсіп тұрады. Беті де төменге қарай түсіп тұрғанын байқаймыз. Сөйлеу деген сұрақ қарапайым, мысалы атын сұраған кезде немесе бүгінгі күнді сұраған кезде дұрыс сөйлей алмай дегендей адам толық айта алмай қалады. Екі қолын бірдей көтеруін сұрау керек болады. Ол кезде бір қолын көтере алмайды, немесе жартылай ғана көтереді. И уақыт мұнда тоже сезінудің бұзылуы, сөйлеу мен түсінудің бұзылуы, бастың айналуымен қозғау үйлесім бұзылуы, көру қабілетінің бұзылуы болуы мүмкін. Қолдың немесе аяқтың жансыздану, әлсізденуі, бастың кенеттен қатты ауыруы. Лицо пропорциясы бұзылады. Атын сұраған кезде айта алмайды өзінің атын, бір қолы төмен түсіп кетеді, бір қолын көтере алмайды, немесе аяғын да көтере алмайды. И уақыт, ол кезде тез жедел жәрдемді шақыру керек болып табылады. Егерде үй жағдайында ашуланып тұрған адамның бір дегеннен оның стресстік жағдайда немесе жай ғана отырған кезінде өзінің жайсыз сезініп жатқанын, басының қысып ауырып құсқысы келіп жатқанын, оның бетіне қараған кезде бір жағының төмен түскенін байқайтын болсаңыз, онда тез жедел жәрдем шақыруыңыз керек болады. Барлық аурудың емінен оның алдын алған жақсы. Алдын алу үшін қан қысымын бақылау, ұйқыны реттеу, тиімді тамақтану, зиянды әдеттерден арылу, дене салмағын қалыпты ұстау болып табылады. Ары қарай госпитальда ем жасалады. Яғни стационарда аурудың ауырлық дәрежесіне қарай дәрігерлер өз көмегін береді. Бірақтан ең маңыздысы сіздің біріншіден өзіңіз және туысқандарыңызға инсульттың алдын алудың маңыздылығын үйретуіңіз керек. Екіншіден, егерде Құдай сақтасын болып қалған жағдайда жедел жәрдемге тез хабарласуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егерде белгілерін байқайтын болсаңыз, туысқаныңыздан айналаңыздағы адамдарда онда қандай да бір дәрі ішетін болса, сол дәрілерін жедел жәрдем келгенге дейін дайындап қоюларыңыз керек. Сол кезде дәрігерлер оның басқа да қосымша аурулары болса, қандай ем тағайындау керек екендігін білуіне оңай болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аружан Балтабайқызы. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңіздер